Баршаңызға сәлем. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық, иә? Бүгін бізде 57-ші сабақ сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Ағайынбыз бәріміз. Жақсылыққа, бақытқа талпынған әр уақытта, бала біткен дос бауыры болмасын еш тосқауыл. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Ортақ болсын асқар тау, жеміс толы бақша бау. Болсын жер мен су да ортақ, болсын бізге ту да ортақ. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Өлеңде не туралы айтылған екен, озат оқушым? Өлеңде ағайындылық, туысқандық, бауырлық жайлы, иә? Дос жайлы айтылған. Барлығымыз бір жердің бетінде, ақ, қара, сары болсақ та бәріміз ортақ бір жерде өмір сүріп жатырмыз дейді, иә? Дос бауырмыз дейді бір-бірімізге. Бақытқа, жақсылыққа бірге талпынайық дейді, иә? Әр түрлі ұлт, қазақ, түрік, орыс, қандай ұлтта болсақ та бір жер бетінде тату өмір сүрейік дейді. Дос, ағайын сөздеріне мағынасы жақын сөздерді тап дейді. Ол қандай сөздер? Яғни бауыр деген сөз, иә? Туыс деген сөз бір-біріне мағынасы жақын сөздер екен. Екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына берілген сөзге мағынасы жақын сөзді тауып жаз дейді. Сәлемдесу. Мағынасы жақын сөз қандай болады? Амандасу болады, иә? Ұстаз, мұғалім, әдемі, сұлу, көркем деген сөздер болады екен. Алыс, шалғай, жылы, ыстық, жылдам, тез. Осы сөздер бір-біріне мағыналары жақын сөздер екен, иә, озат оқушым? Осы екінші жаттығуды осылай дәптеріңе қатесіз әдемілеп жазып ала ғой, иә, озат оқушым? Келесі бізде үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда әр желкенді қайыққа жазылған сөзге мағынасы жақын сөздер тап дейді. Үш желкенді қайық берілген, иә, суретте? Оларда сөздер жазылған екен. Әдемі, батыр, әдепті деген сөздер. Осы сөздерге ұқсайтын, осы сөздерге мағынасы жақын сөздерді айтып көрейік қанекей. Әдемі сөзінің жақын сөз қандай болады әдемі сөзіне? Көркем, сұлу деген сөз болады, иә? Келесі батыр деген сөз. Оған ержүрек, батыл, мықты деген сөздерді жазсақ болады, иә? Әдепті деген сөзге мағынасы жақын қандай сөз болады екен? Тәрбиелі, тәртіпті деген сөз келеді, иә? Әдепті сөзіне мағынасы жақын сөз. Осымен біз бүгінгі сабақта мағынасы жақын, бір-біріне ұқсас сөздермен таныс болдық, иә, озат оқушым? Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.